Балық шаруашылығы комитеті төрағасының орынбасары Алмас Асылбеков пен аймақ басшысы Нұрлыбек Нәлібаев Көкарал бөгетінің жұмысымен танысты. Сонымен қатар балықшылар слетіне қатысып, еңбек озаттарына құрмет көрсетті. Көкарал бөгеті сыр өңіріне ғана емес, республика үшін маңызды стратегиялық нысан. 5 жыл бұрын ғасыр жобасына баланған бөгеттің бір бөлігін су шайып зақым келген. Оны тез арада қалыпқа келтірмесе, экономикалық ғана емес, экологиялық зардабы да зор болмақ. Бөгетте жөндеу жұмыстарына шамамен 5 миллиард теңгеге жуық қаражат қажет. Биыл соның 500 миллион теңгесі бөлінді. Бұл қаржыға солтүстік Арал теңізінің солтүстік бөлігіндегі тұздылығын азайту мақсатында каналдарға механикалық тазарту жұмыстарын жүргізу басталды. Биылға сол 500 миллион осы жұмысты бастауға бөлінді ғой. Келесі жылға 2 миллиард жоспарлап отыр министрлік. Одан кейінгі жылға 2 миллиард 24-те бітіреміз. Ол енді негізгі мәселенің бірі, өйткені қалған қазіргі 18 миллиард судан айырылып қалуымыз мүмкін. Мынау кететін болса, астының бәрін жеп жатыр, оны тоқтатпаса, одан айырыламыз. Балығым байлығым деп білген аралдық ағайынның тіршілігі теңізге тәуелді. Сондықтан ел Көкарал бөгетін қалпына келтіру жұмысы сәтімен түйінделсе дейді. Бұл орайда облыс әкімі жобаны жалғастыру сыр өңірі үшін маңызды екенін айта келе, құрылыс жұмысы қатаң бақылауда болатынын жеткізді. Аудан ақсақалдарымен өткен кездесуде Арал антологиясы жинағының тұсауы кесілді. Айдынды өлкенің тарихы мен даму барысын сипаттайтын бұл жинақ қарт Арал тұрғындарының тұрмыс тіршілігінен сыр шертеді. Негізгі burada тіршіліктің көзі Аралда осы балық пен мал шаруашылығы. Оны жақсы білеміз. 10 шақты завод жұмыс жасап жатыр. Шағын заводтар жұмыс жасап жатыр. Осыны ары қарай дамытуымыз керек. Ал осынау игілікті іс Арал қаласының 95 жылдығымен тұспатыс келіп отыр. Оның үстіне бірнеше жылдан бері тоқтап қалған балықшылар слетін атап өту қайта қолға алынды. Осыған орай аудан орталығында балықшылар монументі бой көтерді. Бір ғасыр бұрын Балтық жағалауындағы аштықтан қалжыраған халыққа бір күнде 14 вагон балық жөнелткен бабаларымыздың ерлігі әлі күнге аңыз болып айтылады. Бірақ бұл аңыз емес, ақиқат. Арал қаласындағы жаңадан ашылған балықшылар аллеясында сол майталмандардың құрметіне арнайы вагон қойылды. Онда Поволжье тұрғындарына 14 вагон балық жөнелтуге қатысқан тұлғалардың есімі қатталған. Ер есімі ел есінде. Қазір аудандағы 31 балықшы бригадасында 700-ден аса адам жұмыс істейді. Сондай-ақ ауданда 10 ірі балық өңдеу зауыты бар. Оның ішінде 4-еуі Европа нарығына өз өнімдерін жөнелтуде. Салтанатты шарада сөз алған облыс әкімі аудан халқын құттықтап, балық шаруашылығының өңір үшін маңыздылығын атап өтті. Аймақтың мерекелік күнтізбесінде өзіндік орны бар. Бұл слет балық шаруашылығын дамытудың тың тетіктерін дамытуға мүмкіндік беріп, ортақ іске бірігетін балықшы қауымның мәселесін оңтайлы етуге жол ашады. Арал өңірі үшін өмірлік маңызы бар Сырдария өзенінің арнасын реттеу, Арал теңізінің солтүстік бөлігін сақтау жобасының жүзеге асырылуының нәтижесінде өңірде балық шаруашылығын дамытуға мол мүмкіндіктер жасалуда. Балық аулау көлемі 400 тоннадан 8000 тоннаға дейін ұлғайды. Бұл біз үшін үлкен жетістік, зор қуаныш. Салтанатты шарада аудандағы ата кәсіптің жандануына үлес қосып келе жатқан балықшылар мен саланы ғылыми негізде дамыту үшін жұмыс істеп жатқан мамандар марапатталды. Солардың бірі Майра Телағысқызы. Білікті маман бүгінде жоғалып кетудің азақ алдында тұрған Аралдың қаяз балығын көбейтудің жолын іздестіруде. Бұрынғы біздің ең қымбатты Арал қаяз балығын теңізде қайтадан жерсіндіруге болады. Себебі біздің кіші аралымыз қайтадан көлемі өз қалпына келді. Тұздылығы да өзі қолайлы. Сондықтан сол бағытта біз жұмыс атқарып жатырмыз. Осы жылға енді ана жылдан бері жақсылау болды, осы жыл дейсің. Где-то 500 тонна Европаға кетті. 500-600 тоннадай ма Россияға жіберді, қалған осы 200-300 тонна Қазақстанға сатылды. Сондай-ақ салтанатты жиында биыл 85 жылдық белесті бағындырған мемлекет және қоғам қайраткері Құдайберген Саржановқа құрмет көрсетілді. Аймақ басшысы Абыз Ақсақалға мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың құттықтау хатын табыстады.
Аралдың қаласының өзі бұрын балықшылардың өміріменен байланыстырып, балық Алтықұдық деген жерден балықшылардың осы жерден несі болған. Сондықтан да мінекей бүгінгі жаңағы іс-шараның өте өзгешілігі, айырмашылығы, жақсылығы осында. Біздің бір іс-шараларымыз келсе, осы балықшылардың арманы біткенсе деген сөз. Мен айтар едім, бұл жұмыс басталып, тез аяқталды, бірақ әлі бұның жалғасы бар. Соның ішінде енді осы балықшыға бір жаңағы 14 вагон жіберген балықшыларға бір мүсін, бір ескерткіш қою керек еді. Міне сол ескерткіш қойылды. Ол бір үлкен мен жетістік деп ойлаймын. Енді осының барлығы ауызбіршілікпенен бітіп жатыр. Облыс әкімі сапар аясында мемлекет және қоғам қайраткері Құдайберген Саржановтың суреттері сыр шертеді тарихи мұражайының жұмысымен танысты. Музей 2018 жылы жұмысын бастады. Мұнда 500-ге жуық фотосурет пен тарихи жәдігер сақтаулы. Оның ішінде балықшылардың тарихи фотосуреттері, республика, облыс және ауданға танымал қоғам қайраткерлерінің фото жинағы мен бұрынғы балық шаруашылығы министрі Құдайберген Саржановтың жеке заттары бар. Сондай-ақ мұражайда Арал теңізінің тарихына арналған экспонаттар сақтаулы. Жалпы біз балықшылар тойынан не түйдік? Теңізбен тыныстап, теңізден несібесін тапқан жұрт Көкарал бөгетін сақтап қалу және Сырдария өзенінің атырауын қалпына келтіру жобасынан үмітті. Сонда ғана Айдынды өлкенің ажары артып, тынысы кеңейе түспек. Көзгөрпеш Асыраулы Айбек, Қаржобай, Рамазан Сүтбек, Тархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы, Арал ауданынан.